Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерінде келтіреді. Бір адам өліп бара жатып балаларына өсиет етіп кетіпті. Өсиет еткенде былай дейді: мені өлгеннен кейін отқа жағып, бір бөлігін суға, бір бөлігін далаға шашып тастаңдар дейді. Солай істейді балалар. Бірақ пайғамбарымыз айтады, қияметте Аллах оны бол дейді. Ол болады. Қайтадан сол қиқымнан жиналады екен. Сол қиқымнан жиналып, мына дүниедегідей қайта тірілгенде, әлгі адам Аллахтың алдында тұра алмай қиналады. Сонда Аллах сұрайды екен пендесінен: ей пендем, бұндай тірлікке сені не нәрсе шақырды? Неге бұлай еттің дегенде, әлгі кісі айтады екен: Аллахым, сенің құзырыңда тұрудан қорықтым. Сенің құзырыңда тұрудан қорықтым. Сенің жинап алатыныңды да білемін. Бірақ аз да болса кешігейінші сенің алдыңнан. Сенің алдыңнан тұруға, осындай күнәларыммен қарап тұруға қорықтым, ұялдым дейді. Құранда айтады: Мән хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хауа фа иннал джанната хиял мауа дейді. Кімде-кім Раббысының құзырында тұрудан қорықса және өзінің нәпсісін тыйса, ол кісінің баратын жері жәннат дейді.